Жүр Наргенжан. Ал олай болса мінекей спортшылар алаңға беттеп келе жатыр. Алаңдағы төреші Жакупов Ардақ. Жаңа жарыстың бас төрешісін хабарлай кетейік. Қалиев Нұржан ағамыз, қошеметтеріңіз болсын. Мінекей келе жатыр спортшы. Жақындандар, Ардақ, жақындандар, сәл жақындандар бері қарай. Бәрекелді олай болса. Сіздердің сол жақ қанаттарыңызда Ақкөл Сайфуллах командасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Ақкөлдің жігіттерімен таныс болыңыздар. Павлодар облысының чемпиондары. Нөмір бірінші Шахметов Нұрдаулет күреңмен келіп отыр. Епалондар оң жақ қолдарыңды көтеріп алғары шығып отырыңдар. Одан соң нөмір екінші Мамар Абдурахим Қарагермен келіп отыр. Павлодар оң жақ қолыңды көтеріп отыр. Сонымен қатар команданың ең мықты ойыншыларының бірі, жас ойыншылардың бірі Төлеу Диас тормен келіп отыр ағайын. Төртінші Смагулов Миреке Жиенғасқамен келіп отыр ағайын. Сонымен қатар нөмір 5-ші Бауыржан Асылбек Ракета есімді тұлпармен келіп отыр. Нөмір 6-ші Үрбаев Мирман көк мұншақпен келіп отыр ағайын. Нөмір 7-ші команданың ең мықты ойыншыларының бірі Егінбаев Еркебұлан Ғұмыр есімді тұлпармен келіп отыр. Нөмір 8-ші Жұмағалиев Советбек Оқжетпеспен келіп отыр. Сонымен қатар нөмір 9-ші Қайратов Нұрсұлтан Хан есімді тұлпармен келіп отыр ағайын. Нөмір 10-ші команданың тағы бір белді мүшесі Мұсрайынов Қанағат Мұншизамен келіп отыр ағайын. Нөмір 10-ші Егінбаев Абдурахман Ақтанге есімді тұлпармен келіп отыр. Сонымен қатар нөмір 12-ші Жақсыбек Нұрлыбек Нұрбол Айғазармен келіп отыр мінекей ағайын. Рахмет, олай болса. Ақкөлдің Сайфуллах Көкпар командасына қарсы ойнайтын Павлодардың жігіттерімен, Павлодардың палуандарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Нөмір 1-ші Бағлан Мадияр Жылғолырмен келіп отыр. Ой, мінекей, Бағлан Мадияр Павлодар облысының ең мықты ойыншыларының бірі. Сонымен қатар Зинешев Мұрат Құласпен келіп отыр ағайын. Нөмір 3-ші Шкемперов Бақтияр Самарқан есімді тұлпармен келіп отыр ағайын. Нөмір 4-ші Амангелді Ақниет Айрасқамен келген екен ағайын. Нөмір 5-ші Қожа Сұңғат атақты Әулиеғасқамен келіп отыр. Нөмір 6-ші Нұрмуат Ақылас Алғамен командасын алға тартуға келіп отыр ағайын. Және де Мұрынбаев Ерболат текті тұяқпен келіп отыр ағайын. Нөмір 8-ші Абишев Дархан солдат етті тұлпармен келсе, нөмір 9-ші атақты Бақберген Асылбек Қырағамен келіп отыр ағайын. Нөмір 10-ші Бахар Өткен Фартов есімді тұлпармен келсе, нөмір 11-ші Келгенбай Мадияр Стандарт есімді тұлпармен келіп отыр ағайын. Сонымен қатар нөмір 12-ші Бақчанов Айдар атақты Абу Дабимен келсе, нөмір 13-ші Сұлтанов Бекболат Ақталаумен келіп отыр. Бұл команданың бапкері Сұлтанов Аманай ағамыз ағайын. Ал олай болса, ешкіні көксеркені бауыздап
Ал ағайын, артқа қарай шегіңіздер енді. Кішкене шегінсін дейді. Тәртіп сақшыларына бағына отырыңыздар ағайын. Бірер минуттан соң ойынды бастаймыз. Енді екі команда жайлы айта берсек, мінекей кешегі мінекей пәрмен берді жігіттерге. Ортадағы төреші Жакутов алды ағайын. Ашылыңыздар. Ағайын, артқа қарай қайтыңыздар енді. Артқа қарай шегініңіздер. Сіздердің арттарыңыздағы отырған адамдар мынау көрермендер, үлкен адамдар көре алмай жатырмыз дейді. Сондықтан да сәл артқа қарай шегініңіздер ағайын. Мінекей жігіттер, палуандар матч алдынан мына сәлемдесу, яғни бір-бірімен амандық, саулық сұрасып, мынау бір-біріне сәттілік тілеуде. Енді өздеріңіз көріп отырғандай Ақкөлдің жігіттері де жалпы Павлодар облысының бірнеше дүркін чемпиондары екенін білесіздер. Мінекей бата алуға, батаменен елге көрер, жаңбырменен жерге көрер дейді. Олай болса, Байқайын кентінің ақсақалдары не болмаса осы тойға келген ақсақалдар бата беріңіздер. Илай әбендеп келіпті. Бата қой ақсақалдар болса бері қарай келсін. Мына микрофонға келсін, мына жерде микрофонға береміз. Апарып бере қойыңыз. Бата беретіндер болса. Ай, бәрекелді. Қазақтың тойы батасыз басталмақ. Ассалаумағалейкум ағайын достар, жігіттер, басталып жатқан көкпар бәрімізге тек мықты да қызық тойын болсын. Ана енді жігіттер, білектерің талмасын, аттарың сүрінбесін, жақындарыңнан серке кептесін, жақсы да қызықты ойын көрсетуге жазсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Камалған арты тұрайық көрермендер. Артынан шықпайық. Ал ойын басталды. Мінекей сіздердің алдарыңызда өкінішке орай мінекей нағыз финалға лайықты екі команда бірінші айналымда соқыр жеребе бірінші айналымға әкеліп түйістірді. Қазір сіздердің алдарыңызда екі жақ команданың 7-ші нөмірлері белсенділік танытқан болатын, бірақ Бағлан Мадияр сіздердің алдарыңызда серкені ілген болатын. Мінекей Бағлан Мадиярға екінші рет серкеге жақындатуға мүмкіндік бермей жатыр. Өкінішке орай бір жігіт, бір палуан аттан құлап қалды. Көтер палуан басыңды, кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, ақ көйлек мінілмейді деп, қара ешкімді жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп, кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп, қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске, мынау ғаламда жеңудің бәрі жеңіс пе, жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес. Ендеше ағайын, мінекей ардақ 1 минут көлемінде көтерілмеген серкені, яғни ережеге сай пәрмен берді. Енді ойын ортада жекпе-жекпен. Жігіттер, серкені алып кетіңдер, жігіттер, серкені алып қалыңдар, серкені. Шегіңіздер енді, мына қызуғанды халықпыз ғой, қызуғанды халықпыз енді, мінекей көнбей жатырмын, тәртіп сақшылары да айтып жатыр, балаларыңызға байқалыңыздар, ие болыңыздар ағайын, мінекей шегіңіздер. Тәртіп сақшыларының айтқан тілін алайық ағайын, мынау бағанадан бері айтып отырмыз, Бауыржан молы жылы атамыздың айтқан сөзі бар ғой, тәртіпке бағынған ел құл болмас деп. Ортада жекпе-жек, сіздердің алдарыңызда Павлодардан 4-ші нөмірлі Амангелді Ақниет Айғасқа мен шықса, оның қарсыласы 12-ші нөмірлі Жақсыбек Нұрбол атақты Айғазармен келіп отыр. Жақсыбек Нұрболды енді сіздер білесіздер, нағыз ортаның патшасы, ортаның жаңа хас шебері, орталық алаңның ханы деуге болады. Атылымның өзін көрмішсі мінекей. Нұрболға мүмкіндік жасап берді, жақсылап тұрып тақымына басып атқан сәтін көріп отырсыздар. Серке жерден көтерілді. Енді
Нұрбол Ошеген Ақкөлдің жігіттері жылдам шабуылға шығып кете ме деп ойлағанбыз, бірақ мінекей Павлодардың жігіттері де жақсы дайындықпен келген екен. Аманай ағаларымыз үлкен дайындықпен келген екен. Мінекей Жақсыбек Нұрболдарды жауып тастап жатқан көріп отырмыз. Мінекей мүмкіндік бермей жатыр, алаң сыртына шығарып жіберді ол. Иә, төрешінің пәрмені болды, Серке алаңнан шығып кетті ағайын. Жайфон емес, айфонды жоғалтып алған екен, әкеліп берсеңіздер, несін береміз деп отыр, жаңағы сыйақысын береміз деп отыр. Осы төрешілердің стөлін әкеліп берсеңіздер, айфон тауып алсаңыздар ағайын. Ал олай болса, ортада жекпе-жек бірінші нөмірлі Бағлан Мадиярды көріп отырмыз. Желғоңлымен ортаға шықты, бірақ Бағлан Мадияр өзінің қарсыласына Серкені беріп қойды бұл жерде, бірақ талас басталып кетті. Алаңнан шыққасын жаппай таласпен ойын жалғасуда. Осы орайда ойынның 4-ші минуты өтіп жатыр, бірақ мінекей Екімбаев Еркебұлан шабуылға шықты. Қайтер екен Ерке, атын басын бұру керек Еркеге. Екімбаев Еркебұлан Павлодар облысының ең мықты ойыншылардың бірі. Қазақ күресі, еркін күреспен айналысатын азамат, бірақ Еркені қараңыздар, екі жақтан екі бірдей қорғаушы келіп жауып тастады ағайын. Мінекей Еркебұланға мүмкіндік бермей жатыр ағайын. Серке алаңнан шығып кетті. Ортада жекпе-жек кімдер шығады екен? Бағлан Мадияр болу керек. Бізге қазір жидесі көрінбей жатыр. Иә, сол Бағлан Мадияр болу керек. Оның қарсыласы мынау Тайтөлеу Диас, 16 жасар, не бары 19 жасар, 2006 жылы дүниеге келген палуан Диас. Төлеу Диас өте мықты ойыншылардың бірі. Бірақ Диас өз алаңға шығып кеткенмен Еркебұлан көтерді көк серкені. Еркебұланға мінекей мүмкіндік бермей жатыр. Павлодардың жігіттері бүкіл Ақкөлдің ең мықты ойыншылары, яғни Төлеу Диас пен Екімбаев Еркебұланды қалай жауып тастап жатыр мінекей. Ұлы Қытайдың қорғанысында әзірше Павлодардың қорғанысы. Енді Ақкөлдің жігіттері, Ақкөл Жайылма ауылының жігіттері негізін құрайтын Сайфуллах көкпар командасы қайтеді екен. Дәл басқа қарсылас болса, Ақкөлдің жігіттері ендігісінде 2-3 салымды салып-сап, 2-0, 3-0-мен ұтып атушы еді ағайын. Бірақ мінекей Павлодардың жігіттері оған мүмкіндік бермей жатыр ағайын. Көксеркеге жаппай талас басталып кетті. Серке алаңнан көтерілген жоқ, яғни берілген 1 минут ішінде Көксерке көтерілмесе, төрешінің пәрменімен үлкен шеңберде жекпе-жекпен ойын жалғасуға тиіс ағайын. Енді айта кетейік, мінекей Ақкөл Жайылма Сайфуллах көкпар командасының жігіттері көтеріп алып кетті. Бұл кім екен? Жақсыбек Нұрбол болуы мүмкін, бірақ бізге жидесі көрінбей жатыр. Кім? Нұрдаулет қазір салымға бара жатыр, бірақ оған мүмкіндік бермеуде мінекей. Өте жақсы айла қолдануда, яғни қараңыздаршы, Ақкөлдің жігіттері Серкені көтерген кезде Павлодардың жігіттері алаң сыртына қарай ысырып атпен соғып, алаң сыртына қарай шарт салу, Серкені алаң сыртына шығарып жіберіп жатыр, яғни осындай тактиканы қолданып жатыр ағайын. Мінекей тағы да Серке алаң сыртына шығып кетті. Енді үлкен шеңберде ойын жекпе-жекпен жалғасуға тиіс ағайын.
Бағлан Мадияр. Команданың ең белді ойыншылары ортаға шығып отыр. Бағлан Мадияр мен жалпы концерттік ойында Жақсыбек Нұрбол атақты таласпен келген болатын. Мінекей бүгін Айғазармен келіп отыр екен, бірақ Айғазардың өзі мінекей қалай таластан кейін ойнамауда. Қараңыздаршы ағайын, атын Мадиярдың атын жақындап болдық. Міне шабандозға мүмкіндік беріп отыр. Мінекей көтер балуан басын серкебі тақырмап басын отыр. Осылай мүмкіндікті енді өте жақсы пайдаланды. Жақсыбек Нұрбол серкені жақсылап тұрып ту сыртынан келіп Бағлан Мадияр мүмкіндік бермей жатыр. Бағлан Мадияр өте мықты ойыншы. Павлодар облысының екі мықты ойыншысы мінекей серкеге жаппай талас басталып кетті. Жылдам шабуылға шығып кетуге Жақсыбек Нұрболға Бағлан Мадияр мүмкіндік бермеді ағайын мінекей. Осы орайда айта кетейік, ойынның 9-шы минуты өтіп жатыр. Ойын 15 минуттан бірінші айналып, яғни бірінші кезең 15 минут болса, одан соң 5 минут демалып, екінші кезең 15 минутпен жалғасады ағайын. Демалып жатыр Ардақ Төреші. Алаңға артық ойыншы кетіп кеткен әлдес серке алып. Павлодардың бір ойыншысы артық алаңға кіріп кеткен екен. Үшінші номерде Павлодардың палуаны Қаранарға тұрды. Айта кетейік, бұл палуан Үшкемпіров Бақтияр Самарқан есімді тұлпарымен ережені бұзған екен. Осы басымдықты, яғни адамның басымдығын Ақкөлдің жігіттері пайдалана ала ма екен? 2 минут Қаранарда тұр, 3 номер ойыншы. Ал енді Ақкөлдің представителері, команданың жетекшілері заявкаларыңызды тапсырыңыздар. Ақкөлді, Лебяжі, Ақкөл ауданы заявкаларыңызды жүруге тапсырыңыздар. Осы жерде енді Төлебұят жеткіншекпен жалғас шықты. Өкінішке орай Диас неге асып екен, Диасқа не жетіспеді бұл жерде? Жеке дара шығып еді ғой. Ортада жекпе-жек енді мынау биылғы маусым енді басталып жатыр ғой. Жаңағы жігіттердің кейбірінің бірінші, екінші ойыны бұл. Кейбір жігіттер бірінші ойын өткізіп жатыр тіпті. Сондықтан да енді әлі де жігіттерден тері шықпағаны көрініп тұр. Қазір бастан бір-екі рет тері шығып, біраз денелері босанған соң жігіттер әдемі ойын көрсетеді деп ойлап отырмыз. Қазір Бағлан Мадияр болуы мүмкін. Үш жігіттер, Павлодардың жігіттер қарымта шабуылға шығып бара жатыр. Бағлан Мадияр! Бірінші номерде Симғалымен кетіп бара жатқанын көріп отырса, бірінші ойындарының қорғаныстан өтті. Екінші қорғаншыдан өтті. Таста Бағлан! Бағлан Мадияр ортада ойқастап жүрген. Ередалардың еркін төсінде еркін қимылдап жүрген Бағлан Мадиярды көріп отырсыздар ағайын. Сауын болады екен. Мүмкіндік бермей жатыр қазір. Шағын берсіп, шағын алысып жатқан сәттерді көріп отырсыздар ағайын. Есеп ашылама, таста балуан. Еркебұлан алып қою мүмкін. Міне Павлодардың жігіті 3-ші нөмірлі ойында қосылды. Қаранардағы уақытта аяқталды. Үшкемпіров Бақтияр сіздердің алдарыңызда. Самарқан есімді тұлпарымен. Мінекей алаңдағы ойыншылардың саны тегесті. Енді ортада қараңыздар, аяқтарын тіреп қойып Бағлан Мадиярдан бұл жерде алаң сыртына шығып кеткен екен. Сіздердің алдарыңызда Егінбаев, Еркебұлан бастаған Ақкөлдің жігіттері. Өкінішке орай мінекей
Oyun аяқталуға небары 3 минут уақыт қалды ағайын. 3 минут уақыт қалды. Одан соң жігіттер, балуандар 5 минут демалып, келесі 15 минутты бастаймыз ағайын. Оның қарсыласы Төлеубияс алаңда жүр, жоқ кім екен? Ақкөлде кім шықты екен? Нұрбол, Жақсыбек Нұрбол, отаның хас шебері. Атақты Айбазармен келіп отыр мінекей. Жалпы единоборстволар, яғни жекпе-жектердің барлығын үстемдік пайдалануда мінекей Жақсыбек Нұрбол. Осы жерден мықты шабуылға шығып кете алмай тұр мінекей Ақкөлдің жігіттері. Павлодардың қорғанысын көріп отырсыздар, қалай екі жақтан екпіндете келе Нұрболды жауып қысып жатқан жөні бар мінекей. Әрекет жасады. Бағлан Мадиярдың өзі мінекей тартысып жатқанын көріп отырмыз. Мүмкіндік бермей жатыр Ақкөлдің жігіттеріне. Ортадан алып шығады, бірақ дәл алып шыққан кезде екі жақтан бірдей қысып мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей Екібаев ерке болған болуы мүмкін. Ay Azamat! Allah til gözün saqlayı. Еркебұлан енді жалпы облыстың намысын республикада қорғап жүрген азамат, республикалық турнирлерде сауынды болып жүрген азамат, Қазақстан Республикасының чемпионы деп айтуға болады. Ойын аяқталуға небары 1 минут уақыт қалды. Көксеркеге жаппай талас басталып кетті. Екінші нөмірлі Мамыр Абдрахим мұрагермен көтерген болатын, бірақ серке алаңда қалдырып кетті. Haydi! Мамыр Абдрахим мұрагермен кетіп барады. Мүмкіндік бермей жатыр, серке жерге түсіп екен ағайын мінекей. Ay palvan! Төлеубияс екенмін. Мамыр Абдрахим Төлеубияс, жас ойыншы Төлеубияс көксеркені көтеріп кетті. Тағы да шықты мінекей. Ölçetmez, давай! Ойынның соңғы секундтары. Уақыт төреші, уақыт ойын тоқтатыңыз. 5 минут, сонымен уақыт ойын аяқталады ағайын. Енді байқастап көрейік, Павлодардың жігіттері таразы басын теңестіре ала ма екен деген күн тәртібінде мәселе тұр. Төлеубияс, жоқ, бұл Төлеубияс емес. Абдрахим Мамыр Абдрахим, сіздердің алдарында Мамыр Абдрахим мұрагермен алғара кетіп бара жатыр. 2005 жылы негізгі балуан таста! Төреші! Өкінішке орай салым болмады мінекей. Тіпті додаға да түспеген екен, сызықтың үстіне де түспеген екен ағайын. Осы жерден жаппай тартыспен ойын жалғасуда. Екінші ойынға төрешілік жасайтын Ақтоғайдың жігіттері. Ал олай болса мінекей сіздердің алдарыңызда Мамыр Абдрахимнің орнына басқа ойыншы кірді мінекей. Серке өкінішке орай алаң сыртына шығып кетті. Енді қазір шеңберде жекпе-жекпен, кіші шеңберде ойын жекпе-жекпен жалғасуға тиіс ағайын.
Ақкөлдің жігіттерінің басымдығын көріп отырсыздар мінекей. Әзірше Павлодардың жігіттері қорғануда. Бағла Мадияр ортаға шықты, оның қарсыласы. Бағла Мадияр іліп алып кеткен болатын, бірақ өкінішке орай Серке қолынан түсіп қалды. Оның қарсыласы Жақсыбек Нұрбол Айғазармен шыққан болатын. Енді Серке алаңнан шығып кетті, шеңберден шығып кетті. Сол жерден ойын жаппай таласпен жалғасуда. Кім көтерді екен қазір сіздердің алдарыңызда ойқастап жүрген бұл Егінбаев Еркебұланды көріп отырмыз. Ортаны жарып жатқан палуандар көріп отырмыз. Мінекей қалай Ақкөлдің жігіттері командалы өте сауатты ойнауда. Мінекей аттарының бір-бірінің аттарын қамшылап керемет ойын үрдісін көрсетіп жатыр. Жақсыбек Нұрбол сіздердің алдарыңызда Айғазармен ойқастап жүрген. Бірақ Жақсыбек Нұрболға да командаластарының көмегі керек. Енді мына бұл жалпы көкпар командалы ойын ғой, сондықтан да қасындағы палуандардың көмегі осындайда керек көрініп тұр. Жақсыбек Нұрбол салым бола ма? Оған қарсы Бағла Мадияр қорғануда. Жоқ, Көксерке алаңнан шығып кетті. Алаң сыртына шығып кетті. Ойын жекпе-жекпен жалғасуға тиіс. Ақкөлдің жігіттері ойынша алмасуда қазір. Ортада жекпе-жек кімдер шығады екен? 12-ші Жақсыбек Нұрбол шықты. Жақсыбек Нұрбол былтыр Сәтбаевтың тойында, одан ар жылы Нәшекеңнің 165 жылдығында таласпен ойнаған болатын. Енді Нұрбол Айғазарға үйрен салмай жүрма. Таласпен күшті екеуі бірдей, яғни түсінісіп, үстіндегі Шабандоз баламен, Шабандоз палуанмен, астындағы аты Сайгүлігі жақсы түсінетін бірін-бірі. Енді мінекей, бірақ Айғазарды қараңыздаршы, Бағла Мадиярдың атын жақындатпауда мінекей. Павлодардың палуандары жалпы бүгін орталық алаңды, яғни шеңбердегі жекпе-жекте берік қойып отыр мінекей Ақкөлдің жігіттеріне. Атын тосып тұр енді өте әккі палуан ғой Жақсыбек Нұрбол. 1995 жыл дүниеге келген. Уақыттың өзіне жұмыс жасап жатқанын біліп тұр. Есеп алда 1-0. Екейді жақсылап тұрып мінекей. Тақымына басты Көксеркені. Ту сыртынан келіп Бағла Мадияр таласып жатыр, бірақ енді аттың мойыны бұл жерді алып кетеді ғой әрине. Бағла Мадиярды тақымы тастай жаппай көкпарларда тартып жүрген азамат, бірақ енді аттың қараңыздар, аттың мойыны бұл жерді алып кетеді ғой күшімен. Көрейік мінекей, атты бір айналдырды, қамшыны басты. Қайтер екен осы жерде. Есеп 2-0-ге жетем екен деген. Салам! Жақсыбек Нұрбол болу керек бұл. Айғазар мен Жақсыбек Нұрбол. Ойынның 5-ші минутында есепті есереп 2-0-ге жеткізді ағайын мінекей. Ақкөлдің бағына туған екі азамат бар, сол мінекей біреуі Еркебұлан болса, екіншісі осы Жақсыбек Нұрбол ағайын. Жетінші нөмірлі Павлодарлық палуан Орынбаев Ербұлақты көріп отырсыздар. Мінекей, өкінішке орай екі палуаны келіп қатты жылдамдықпен көтеріп алып кеткісі келген болатын, бірақ Павлодарлық жігіттердің бүгін жолы болмауда ағайын, жолы болмауда. Ортаны жар Павлодарлық палуандар тақымына басты. 4-ші нөмірлі екен бұл. 4-ші нөмірлі Амангелді Ақниет Айғасқамен сіздердің алдарыңызда ойқастап қалай бұрылу керек қой енді Амангелдіге. Бір бұрылды, бір қорғаушыны алдады. Екі қорғаушыдан өтіп кетті. Жеке дара шауттары салым бола ма? Қиқылар басағайын. Есепті қысқартала ма Павлодардың жігіттері? Басты! Салам! Есеп
Есеп 2-1 салымда болған. Амангелді Ақниет Айғасқамен 2004 жылы дүниеге келген палуан. Палуандар салымды болсаңдар, мына жерден бер халықтың алдынан шауып өтіп отырыңдар. Халықтың алдынан шауып өтіп отырыңдар. Халықна салымның авторларын көрсін, халықтың алдынан екпіндете шауып өтіңдер палуандар. Ойынның 7-ші минута есеп 2-1. Нағыз финалға бергісіз ойын ағайын мінекей. Алаң ішіне кіріңдер жігіттер, алаң ішіне кіріңдер. Бұл жерде кім көтерді? Қазір қалай болар екен? Павлодарлық палуан! Ай! Аттан құлақ бұлар жылзады оған. Ақкөлдің жігіттері, Сайфуллахтың жігіттері мүмкіндік бермей жатыр. Серкені кім көтереді екен? Жігіттің жігіті, аттың, қазан аттың мықтысы осы жерде жарып кету керек ағайын. Павлодардың жігіттері әрекет жасап жатыр. Серкені тағақтап барады. Мінекей екі палуан, Ақкөлдің екі жігіті қорғануда. Жата жастама екінші нөмірлі қорғануда Мамыр Абдрахим. Бірақ салым бола ма қазір? Егінбаев Еркебұлан болу керек, Еркебұлан бекен бол. Нұрдәулет, сіздердің алдарыңызда бұл Нұрдәулет емес. Еркебұлан емес, Шахметов, Нұрдәулет, қозғырыңмен алаң сыртына шығып кетті брат. Уақыт жете ме Павлодардың жігіттеріне? Павлодардың жігіттері кеш қозғалып отыр ағайын. Ойынның 9-шы минуты өтіп отыр ағайын. Ойынның 9-шы минутына кетті. Есеп 2-1. Ақкөлдің жігіттері алды, Ақкөлдің палуандары алды ағайын. Ортада жекпе-жек кімдер шығады екен? 4-ші нөмірлі Амангелді Ақниет Айғасқамен шықты. Оның қарсыласы Жақсыбек Нұрбол Айғазармен шықты. Жақсыбек Нұрбол, қараңыздаршы, атының Айғазар нағыз жекпе-жектің аты мінекей. Уақытты үнемдеп, қазір уақыт өздеріне жұмыс жасап жатқанын біліп отыр. Қарсыластың Серкеге жақындатпай, ақырын сағаттың тілдерін, секундтың тілдерін жылжытып жұмыс жасап отыр. Өте әккі палуан енді. Серік мынау енді айта кететін жағдай. 2 минутта Серке көтерілмесе, ойыншылар ауысады, яғни алаңда ортадағы жекпе-жектегі ойыншылар. Ал енді Жақсыбек Нұрбол Серкені басты. Оған қазір Амангелді Ақниет 2004 жылы дүниеге келген палуан, яғни екеуінің арасы 9 жас ағайын. Мінекей тақым алып кетті, тақым алып кетті. Жақсыбек Нұрбол қайтер екен, ақырын келіңдер деп жүр, ақырын андып жүр. Оған командаластары да көмектесіп жатыр. 4-ші нөмірлі Павлодардан жігіттерінен көзге түсіп отырған Амангелді Ақниет Айғасқамен Егінбаев Еркебұлан. Енді Еркебұланның тақымынан Көксеркені жұлып кету жалпы бүгінгі таңда мүмкін емес. Еркебұлан қазір 3-ші салымға бара жатыр. Қайтер екен? Дубльдің авторы атанала мекен. Айналып жүр қазір. 1 айналды, 2 айналды. Оған мүмкіндік бермей жатыр. Бағлан Мадияр келіп жабысты мына жақтан Серкені тартып жатқанын көріп отырсыздар. Есеп 3-1 бола ма әлде осы жерден Павлодардың жігіттері қарымта шабуылға шығып кете ала ма? Ойыншы неге ауысып жатыр бұндай сәтте? Не болып қалды? Аты жүрмей қалды ма? Не болып қалды бұндай сәттерде? Қарбаласқан сәттерде жалпы ойыншы. Еркебұланға мүмкіндік бермеді мінекей. Павлодардың жігіттері, Павлодардың палуандары да өте мықты. Бағлан Мадияр басталған жігіттер мінекей. Еркебұланның ту сыртынан келіп 2-1-де қорғаушы жауып тастаған болатын. Енді мінекей, бірақ әлде осы жерде қарымта шабуылға шығып кетуге жақсы мүмкіндік болып еді ағайын. Осы орайда бірақ қарымта шабуылға шыға алмай қалды. Мінекей енді шығып бара жатыр. Ортаны жарып алып кететін бір палуан бар ма екен? Бірақ бұл кім екен? Төлеу жоқ, бұл Асылбек болу керек. Бұл
Мұсралинов қанағат. Мұсралинов қанағат қазір шабуыл бола ма? Та балуан, салым бола ма? Жоқ, өкінішке орай салым болмады ағайын мінекей. Есеп 2-1, ойын аяқталуға небәрі 3 минут уақыт қалды. Ойын аяқталуға 3 минут уақыт қалды ағайын. Дайдалып отырсын командалар. Ортада жекпе-жек. Сіздердің алдарыңызда қазір жекпе-жекке шығатын. Яғни дода болған екен, бағанағы қанағаттың апарған салымы дәл сызықтың үстіне апарған екен. Жекпе-жек емес, дода. Яғни дода болған жағдайда сызықтың үстіне салым болмай, сызықтың үстіне түскен жағдайда жаппай таласпен ойын жалғасады. Яғни жекпе-жек емес ағайын. Келесі ойынға дайын отырсын кімдер? Май ауданы және Аққу ауданы дайын отырсын. Ал олай болса ортада төреші Ақтоғай бұл ойынға жасайтын төрешілік. Енді ортада мінекей талас басталып кетті. Егінбай Еркебұлан мен Бағлан Мадиярдың тартысы. Қараңыздар, екі мықты палуан екі жақтан тартып келе жатыр ағайын. Өкінішке орай мінекей ортадағы төреші пәрмен берді, яғни алаң сыртына шығып кеткен екен жерге. Ойын аяқталуға небәрі 2 минут уақыт қалды ағайын. Есеп 2-1. Ақкөлдің Сайфулла Көкпар командасы әзірше алда. Салымның Ақкөлдің жігіттерінен салымның авторы Егінбаев Еркебұлан және Жақсыбек Нұрбол болу керек. Бағлан Мадияр және Жақсыбек Нұрбол қазір ортада жекпе-жек. Өздеріңіз байқағандай мінекей Павлодардың жігіттері ортада жиі ауысуда, яғни бағана ойыншысы 4-ші нөмірлі, 3-ші нөмірлі ойыншылар шыққан болатын. Бірақ енді Жақсыбек Нұрболға бүгін ортаны осы ұтылық балуда мінекей Павлодардың жігіттері. Қараңыздар, Жақсыбек Нұрболдың астындағы айғазары қарсыласын жақындатпауда. Ойын аяқталуға небәрі 1 секундтар ғана қалды. 30 секунд уақыт қалды. 30 секундтан соң ойын аяқталады ағайын. Осы 30 секунд уақыты бар. Қазір Бағлан Мадиярдың ортадан көксеркені көтеріп кетіп, таразы басын теңестіріп кетуі мүмкін ба деген павлодарлықтардың жақсы үміті көзден бұлбұл ұшып бара жатқандай. Секунд тілі мінекей 20 секунд уақыт қалды ойын аяқталуға. Енді Жақсыбек Нұрбол оның бәрін түсініп отыр. Жай ғана өзі құрсеркені көтермей атын мықтылығын тағы бір танытуда. Қараңыздар, реті келсе еңкейет, әйтпесе қорғаныста. Ойын аяқталуға мінекей соңғы секундтар. Уақыт төреші, уақыт. Ақкөлдің жігіттері жеңді ойында. Есеп 2-1.